Сен де Қасым, не қай жеріңде қарарыңды білмей қалсың сен өзің. Ана лифтта ондайда бір көтеріліп болмайды ғой, өмір бар ғой. Бір кезде тың дейді да. Бай-бай, ванкофен деп шығып кетеді. Дейсің ғой сол кез. Біз қазақта неге деймін да, мен көбіне байқаймын. Лифтта тұрады да, есік ашылғанда, ішінде тұрған, біз лифтта жалғыз тұрсаң, уверен тұрасың. Лифт ашылып, екінші қазақ кіріп қалса, лифттің ішінде қазақ сразу стенкіге қарап қалады. Неге бір-бірімізден осы сондай саламатсыз ба, күніңіз жарық болсын, амансыз ба, бүгінгі осы күніңіз сәтті болсын, денсаулығыңыз мықты болсын десең, рахмет, рахмет деп қандай көңіл күймен лифттан шығып кетесің. Біз бір-бірімізден қашып жүреміз ғой. Турцияға бір жаққа демалуға барсақ, бір қазақ көріп қалсаң, яна қазақтар ау деймін. Керісінше қазақтар ғой демейміз да. Қазақтар ау деймін. Анжаққа барып жатайық, жүндір кеттік, анжаққа барып жатайық. Анжаққа барып жатайық, анжаққа барып жатайық, жүндір. Аналар өздері сенен қашып жатыр, наоборот аналар. Сен олардан қашып жатсың бар ғой. Бір-бірімізден қашып жүреміз бар ғой. Мен бір Турцияда бір отельдің астында отырсам, бір түрік жігіт келді, кішкене орысша біледі екен, аздап енді, өйткені орыс тілдер көп келетін болып тұр ғой. Менен тұрайды, вы казах дейді. Сосын айтайын да, қазақ. Мен всегда сіздерден сұрағым келеді дейді да, қазақтардан. Не сұрағыңыз келеді десем, мен қанша отельде жұмыс жасадым, қай жерге барсам да 70-75% қазақтар демалады дейді келіп. Қалған 20% басқа ұлттар келеді дейді. Мен айтамын, и чё десем, нет дейді. Мен бүкіл елдің Мадан Чайна, Мадан Германия, Мадан Рашин, Мадан там бірдеңе. Мен бірақ андай Мадан Казахстан деген бір производство шығарып жатқандарын көрген жоқпын дейді. Сіздер қалай байсыңдар дейді. Ештеңе, мен вообще осы уақытқа дейін Мадан Казахстан деген бір ештеңе көрген жоқпын дейді. Вообще ақшаны қайдан алып жатсыңдар дейді. Сосын мен айттым, білмеймін, өзі келіп жатады өзі. Біз өзімізде байқамаймыз. Біз, может быть, сол үшін шығар өзімізбен. Майдан қазақ, все, нормально емес па саған деп жауап. Сонда біз ойлаймын да, біз осындай Алла тағала беріп жатыр бізге. Несібені беріп жатыр. Соны қадірлеп жатқан ағайын, аман болайық. Менің және де бір арасында ойлаймын да, мына бір сөз маған бір кезінде бір батат. Біз анандай бір сөз бар да, мен басқа ұлттан көрген жоқпын. Бір нәрсе, бір кішкене бір онша емес болып тұрады ғой, бір жаңағыдай бір кішкене бір нәрсе, біздің осы сөзге таң қалам да, не мынау қазақ байыскей қылып дейміз. Ойлап қарасаңыздаршы, егер осы сөзді басқа ұлт айтып жатса, ол кәтті бір жарасымды. Бірақ қазақ байыскей деп тұрған, өзіне күліп тұрғанды, вообще ойлап отырыңыздаршы, мен 1 минут уақыт берейін, кеттім десең де. Қазақ байыскей деген. Бір той жасап, оформление жасасақ, чөтті қой қазақ байыскей дейміз. Сондайлардың аузын барып, тұп деп бір сөз. Наоборот, жаңым экспоны, вот это қазақ байыскей. Тағы бір нәрсе көрдік па, вот қазақ байыскей деп. Жақсы нәрсені қазақ байыскей қылайық. Басқаны басқаша қылайық. Мен ешқашан естімеппін барға өзбек байыскей, қырғыз байыскей, орыс байыскей, білмеймін тіпті жаңағы, болгар байыскей, американ байыскей деген, тек қазақ байыскей деген бар. Оны кезінде бізге баяғы заманда, ана даже Совет одағынан дейінгілер қойып тастаған қазақ байыскей деп. Біз соны ұғымды ұмытуымыз керек. Қазақ байыскей деген керісінше жақсы нәрсені айтуымыз керек. Күшті костюм, брендовый немен киятса, о, қазақ байыскей. Бүкіл шетел айту керек керісінше. Жақсы машина, Бентлилер қатса, қазақ байыскей машина мініп алыпсың ғой деп. Жақсы нәрсені қазақ байыскей қылайық. Астананың өзінде, мысалы, біздер солай да, Астананың өзі. Керемет Астанамыз бар, как Дубай дейміз. Причем Дубай вообще? Өзіміз салдық қой. Как Малайзия деп. Ешкіммен салыстырмайық. Астана ол біздің Астана.
Ол керісінше олар айтсын, как Астана деп. Мен сіздерге қатты ұрысып қойған жоқпын болсын. Өйткені Астана баршамыздың сүйікті қаламыз. Астананы баршамыз жақсы көреміз. Біреу Астана туралы бірдеңе айтып қалса, шынымен де жанымызды береміз. Өйткені ол біздің сүйікті Астана.